Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сразу айта кетейін, бүгін біздің эфирімізде АСМР болмайды. И кеше бізде эфир түсіретін күніміз еді. Мен кішкене қолым босамай, бірақтан да всегда ойымда болды эфир түсіру, бірақтан да уақытында кішкене болуын қарамай, мен түсіре алмадым. Бүгіннің өзінде торсам, кішкене уақытым сәл ғана уақыт бос болды, и сондықтан тез түсіріп тастайын деген ойым бар. Так, бүгін біздің эфирімізде қалай жаңағыдай глинадан формалар жасауға болады. Бұның барлығы осылайынан істейді, бірақтан да айтқысы келмейді көп адамдар. Кәдімгідей мынандай кексиканиге арналған формалар сатып аламыз. Бұлар қымбатта тұрмайды, 950 теңге. Өзімізді балғыт ету үшін, негізі еркелету үшін, разнообразие болу үшін деген сияқты. Соның сердечкаларын, домалағын сатып алып, соған салып істейді. Мінеке формамыз бар бізде. И осыған бізде дайын болған, мен уже 2-3 күн бұрын уже эфир түсіремін ау деп дайын болған глинамыз бар. И біз оны жақсылап орналастырып, осы міне крошкаларым бар, уже қанша эфирдан уже остатықтар жиналып қалған, соны себе саламыз. И духовкаға 20 минутқа қойып алсақ болады. Күтем десеңіздер күтесіздер, бірақ ұзақ кебеді. Духовка салсаңыз, полный барлығы пісіп шығады. Пісіп дайын болып шығады. Ал кеттік. Менің жасап жатқан глинам Түркістан коричневый. Бізде тек глинамыз негізін көп дайындағанмын, бәріне жетіп қалады, бірақтан да тек 4 қана формасына жетті. Бізде мына екі жандағы екі формамыз бос қалды. Бұл жерде барлығы гүл формалар. Енді біз бұл жерге посыпкамызды себеміз. Мен алдында просто так бұндай форма емес, обычно жаңағыдай домалақ сияқты, кексиктің формасы деген сияқты сондай мен істеп көрген, прям күшті шыққан. Енді эфирі осындайға түсіруді жөн санадым. Енді кішкене жарты сағаттай күтем, пока пропитаться еткенше, и потом оны духовкаға жіберемін. Тура андай болып тұрды, ауылда кірпішті қалайтын еді ғой. Балшықтарды салып, потом күнге қыздырып, и потом барып снять етіп деген сияқты, тура сондай болайын деп тұр ғой. Ал бүгінгі күннің жеңімпазына келетін болсақ, мен ешқандай да бүгін ештеңе қолданбадым. Маған негізі оған екінші телефон керек, қазір собой даже екінші телефон да жоқ. Поэтому мен тез-тез осылай комментарийдің арасынан кім өте активно соны таңдай саламын деп шететін, бірақ келесі эфирден бастап как положено программамен өткіземін. Ал бүгінгі күніміздің жеңімпазы Іңкәр Жаналиева. Мен сізді құттықтаймын. Сіз өте активнысыз. Маған кері связға шығып, өзіңіздің қандай сыйлық қалайтыныңызды айтсаңыз болады. Ал достар, ертеңгі эфирда бәрін көретін боламыз. Сау болыңыздар.